Ұшақ. Бармаша жарайсың балалар. Келесі жұмбақ бірінші тыңдаймыз. Үтікке міндім, мұхитта жүздім. Кеме, дұрыс айтасыздар балалар. Келесі, бір-біріне қара үйлер тіркесіп, қара тұлпар жүр әрі бері көшіп. Жоқ. Пойыз, дұрыс айтасыздар балалар. Балалар, біз қазір көліктің әртүрлін айттық, иә? Олардың барлығын бір сөзбенен айтқанда, пойыз, ұшақ, кеме, бұлардың атын бір сөзбенен не деп айтты балалар? Көліктер. Жақсы, олай болса, бүгінгі біз оқу қызметі сөйлеуді дамыту, соның ішіндегі тақырыбымыз кеме, яғни көлік түрлері деп аталады. Кәне, мына жерде бейнежазбаға мұқият қараймыз. Бейнежазбада не туралы айтылғанын? Көлік ол адамдар мен жүкті бір жерден екінші жерге тасымалдайды. Ертеде адамдар алыс жерге жүк тасу үшін арқаларына салып жаяу барған. Балалар бейнежазбада не көрдіңдер? Не туралы? Көліктер туралы. Иә, әртүрлі көліктер бар екен. Көліктер нешеге бөлінеді екен? Үшке. Қандай бөлінеді? Енді қарайықшы балалар, біз көліктерді жаңа әртүрлі топқа, әртүрлі неге? Түрге бөліп жатырмыз, иә? Енді қарайық, жаңа сендердің айтып жатқан әуе көлігі, пойыз, кеме, автобус, тек қана оларды адамдар тек қана ол көліктерді пайдаланып қана қоймай, көліктің міне мынандай үй жануарларына қатысты түрлері де бар екен. Қараймыз. Ерте кезде мынау түйе. Ерте кезде түйені біздің ата-әжелеріміз не істеген? Бір жерден екінші жерге көшу мақсатында пайдаланған, яғни жүктерін мына түйенің екі өркешіне не істеген? Майлап қойып, бір жерден екінші жерге көшу үшін пайдаланған. Келесі мына жерде мына қандай балалар, қандай жануар? Жылқы жануар. Мінекей, жылқы жануардың қазіргі таңда да біз міне қарап тұрсаңдар, үстіндегі ағай, яғни ата жылқы жануарына мініп, өзінің несіне, көлігіне айналдырып, өзінің қалаған жеріне бару үшін, мал бағу үшін, тіпті де аң аулау үшін де пайдаланған екен. Міне көлік түрлері осындай әртүрлі неге бөлінеді, сатыға бөлінеді екен. Және де мынау балалар. Қандай көлік түрі? Қайық па? Кеме. Бұл кеме балалар. Теңізбен, мұхитта жүзеді екен, су астында да жүзетін су көліктері болады екен. Бұларды адамдар бұл кеме адамдарды өзінің қалаған жерге жеткізеді. Және адамдардың қаншама ауыр жүктері болса да, осы кемеге салу арқылы теңіздер мен мұхиттарды кешіп, өздерінің баратын жеріне баратын болған екен. Бұл яғни келесі балалар, енді сендер саяхатқа шыққыларың келе ме? Саяхатқа шығамыздан, олай болса мына жазбаны мұқият тыңдаймыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ғажайыпстан әлеміне саяхатқа баруларың келе ме? Олай болса, мен сендерге әртүрлі тапсырмалар айтамын. Берілген тапсырмаларды дұрыс әрі жылдам орындап болсаңдар, саяхатқа жолдама беретін боламын. Саяхатқа бару үшін әртүрлі көліктерге мініп, түрлі тапсырмаларды орындау керексіңдер. Дайынсыңдар ма? Саяхатқа шығамыз ба? Олай болса, балалар мына жазбада сөйлеген сендерге тапсырма берген кім деп ойлайсыңдар? Ол жолдама беруші апай. Жолдама берген апай сендердің қаншалықты бүгінгі сабаққа оқу қызметіне қатысып отырғандарыңды көріп бақылайтын болады. Ол үшін сол кісінің не істейміз? Тапсырмасын орындаймыз. Орындау арқылы саяхатқа шығатын боламыз. Ең бірінші тапсырма. Алдымызда әліппе дәптері бар ма? Бар. Сол дәптердегі тапсырмаларды не істейміз? Орындаймыз. Сендердің дәптерлерінде тапсырма міне тақтада тұр. Көліктерді өзінің жолыменен қос дейді. Сурет
келіп ертең қолымызға қалам сақтап аламыз. Бұл қай көлік екен дейді? Ұшақ қайда жүреді? Әуе көлігіне жатады. Жақсы, жарайсың балалар. Келесі кім шығады? Айзере келе ғой. Жылдам. Айзере қай көлік таңдаймыз? Қай көлік таңдаймыз? Бұл көлік қандай көлік Айзере? Су көлігі, тамаша. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі Айзере келе ғой. Жылдам орындаймыз. Айзере қандай көлік таңдайсың? Бұл ненің қандай? Пойыз, иә? Ал пойыз көлігі қай жерде жүреді? Дұрыс, пойыз, темір жолда жүреді. Дұрыс па балалар? Айзеренің жауабы? Дұрыс, жарайсың. Анетке келе ғой. Тез. Соңғы көлік қандай көлік екен ол? Иә, автобус қайда жүреді? Жолда жүреді, яғни жер көлігіне жатады екен. Балалар дұрыс орындадық па? Қандай шашыда терімізбен бір көріп шығайық. Тамаша, қандай ақылдысыңдар балалар? Дұрыс. Жақсы жарайсыңдар балалар. Енді келесі. Енді автобус көлігіне отырып саяхатқа не істейміз? Кетеміз, иә? Саяхатқа кетеміз, автобусқа міндік. Автобусқа кетіп бара жатырмыз деп ойлаймыз. Жақсы балалар. Автобусқа мініп келдік. Қайда келдік? Екінші біз пойызға, яғни жер көлігі, иә? Пойызға мінуіміз керек. Ол үшін сендерге тағы да тапсырма. Мына жерде пойыз вагондарына міну үшін сендерге жасырылған тапсырма бар. Өздеріңмен бірге саяхатқа ойыншық алып шыққыларың келе ме? Олай болса, маған тақтаға кім келеді? Алтынай келе қойшы. Мына жердегі ойыншықтың біреуін ала ғой. Қандай ойыншық болсын? Ала ғой. Ойыншық атындағы тапсырманы қарайық. Кеме сөзін буынға бөл және тақтаға жаз дейді. Кеме деген сөзді буынға бөлмеш маған? Неше буын бар? Не себептен буын шықты? Тамаша, кеме сөзінде екі дауысты дыбыс бар екен. Мына ойыншығыңды өзіңнің қалаған вагонға апарып жапсыра қой. Жақсы жарайсың. Ал енді Алтынай саған келесі тапсырма не істейміз? Кеме сөзін мына жерден текшелерден қарап жазамыз. Келесі. Қай әріп қойып жатсың? Енді қай әріп керек? Тамаша. Балалар, Алтынай дұрыс орындады ма тапсырманы? Дұрыс, жарайсың. Алтынайға қол шапалақтап қойып. Келесі тапсырмаға кім келеді? Мұны қасымге ғой. Қайсың аламыз? Алады. Кез келген тақпақты, өзің білетін тақпақ айтты яғни жаттау айтады. Қандай жаттаулар жаттады? Қандай тақпақ білесің? Көк көбелек, көздері доп дөңгелек, көз көзге күлім дейді, қолына әлем дейді, көк сөзден ауасына сөзден білім дейді. Тамаша. Қаның ортасына қол шапалақтап қойған, енді қаның қалған балуаққа жасырады. Тез, жақсы, тамаша. Келесі үшінші тапсырма. Отырамыз. Келесі мұсылым келе ғой. Муслим 5 қосу 5, яғни муслимге есеп кетті. 5 пен 5-ні қосыңызса, қанша бұл? 10. Тамаша, дұрыс па балалар? Жоқ, астынан ашық
сызбаны жарайсыздар. Енді олай болса біз не істейміз? Пойызға мініп, саяхатқа шығамыз, яғни ары қарай саяхатымызды жалғастырамыз. Қане көрейік. Пойызға кеп бара жатырмыз деп ойлаймыз, иә? Жақсы. Келесі тапсырма болады. Бізде мына жерде әртүрлі көліктердің несі бар? Суреттері бар. Яғни мына жерде ол суреттердің біразы шатастырылған осы жерде көліктерді естеміз, тауып, орнына алып келіп, жапсырамыз. Мына жерде жапсырма бар. Мынау бірінші жер көлігі. Келе ғой, Айсұлтан келші, жер көлігі. Айсұлтан кел. Иә. Ана жерден табамыз, Айсұлтан. Жер көлігіне қайсысы жататқан тауып берші. Отыр, жасырамыз. Ой, жақсы. Дұрыс па, балалар? Мотоциклді жақсырды, дұрыс па? Дұрыс. Тағы да, енді тағы да біреуін жасырамын. Тез. Машина, яғни жеңіл көлік, дұрыс па? Дұрыс. Жер көлігіне жатады екен. Келесі. Тағы да біреу қалып кеткен Айсұлтан. Велосипед. Дұрыс па, балалар? Дұрыс. Айсұлтан тапсырмам дұрыс орындады ма? Дұрыс орындады. Тәк қол шапалақтап қоямыз. Жақсы. Келесі. Әуе көлігіне келдік. Әуе көлігіне. Шуламаймыз ба? Раяна келді ғой. Әуе көлігі, яғни аспанда ұшатын көліктер. Қандай көліктерін алдың? Тікұшақтан жасады. Дұрыс. Келесі тағы да біреу алып кеткен сияқты. Қандай көлікті жапсырдың? Зымыран. Қазақшасын айтамыз, зымыран. Тағы да біреу бар ма? Бұл қандай көлік? Әуе шары аспанда естиді, халық тұрайды. Келесі. Раяна дұрыс орындады ма тапсырманы? Жақсы жарайсың. Келесі тұрады Раяна. Жақсы жарайсың. Келесі. Су көлігі алды. Су көлігіне шығарып келеді. Ана су көлігінен жолға келеді. Су көлігіне жатады. Ол не сурет? Мен жақсырамын. Я сол жерге жақсырамын. Келесі, тағы да біреу алды. Қандай көлік түрі? Қандай екен? Екі жағында ескегі бар. Қандай көлік? Қайық. Жақсырамыз. Жақсы жарайсың балалар. Ал кәне отырамыз орнымызға. Кәне теңізді, мұхитты кешіп қайда бара жатырмыз? Саяхатқа. Кемені жүзіп, мұхиттарды асып, қайда келдік енді балалар? Қарайшы. Бізде не қалды? Ұшақ қалды. Ұшаққа ұшу үшін біз ең әуелі не істейміз? Алдымыздағы дәптерімізді жинаймыз. Жинап, мына жерге топтастырып қоямыз. Бұдан. Тездетеміз. Енді ұшаққа міну үшін балалар мен сендерді 3 топқа бөліп қойдым. Яғни не істейміз? Топпен жұмыс жасаймыз. Ол үшін маған фотоны кішкене босату керек балалар. Мәселе ашамыз. Не істейміз? Көліктерді құрастырамыз. Яғни партаның үстіне. Мен баста деген кезде бастаймыз. Қазірше кеспейміз. Жарай ма? Шашып қойдым. Келесі. Екінші топ. Жүргізушілер тобы сендерге жартысын тап деген тапсырма
мына жерде шатыстырылған әртүрлі көліктер бар. Және жанында жапсырма бар. Көліктердің жартысы мына жақта шатысып жатыр. Осыны не істейміз? Тауып мына жерге жинап қоямыз. Кәне, мен баста деген кезде бастаймыз, балдар. Үшінші топ. Қандай топ бізде? Теңізшілер тобы. Теңізшілер топ сендерге тапсырма. Мына жерде әртүрлі көліктер бар. Яғни көлеңкесін тап деген тапсырманы білеміз. Мына көліктің көлеңкесін табамыз. Түсінікті ма? Бұл да сендерге барлығын бірге орындауға мүмкіндікті ортаға қоямыз. Ал бастаймыз балалар, артаның үстіне қоямыз. Бөлек емес, бірге. Балалар, жүргізушілер тобы болыпты. Кәне, жүргізушілер тобын көрейікші. Мінекей, мынау автобус, дұрыс. Келесі, қандай көлік? Машина, жеңіл көлік, дұрыс тапқан екен. Мынау? Ұшақ, дұрыс тауыпты. Пойыз да дұрыс, және не екен? Кеме. Тамаша, жарайсыңдар балалар, өте керемет. Жүргізушілер тобы орнап болды. Кәне келесі, ұшқыштар тобы сендер болдыңдар ма? Ұшқыштар тобы. Алтын айта башта не жасап шықтыңдар? Асында не құрастырыңдар? Және? Тікұшақ. Дұрыс орындапты. Қандай керемет балалар. Теңізшілер тобы. Көлеңкесін тапсыз ба? Қайсының көлеңкесі? Кәне айта башы, сендер бұлай жасап қойыпсыңдар, кәне? Я? Дұрыс. Сен шекан не істедің? Дұрыс. Мынаның көлеңкесі. Дұрыс па? Дұрыс. Кәндан сен трактор дұрыс. Көлеңкесі вертолет, тікұшақ, ұшақ және трамвай. Дұрыс. Тамаша балалар. Қандай керемет сендердің бүгін жасаған жұмыстарың. Өте жақсы. Өзіміздің жасаған жұмысымызды естіміз. Балалар, көреді. Олай болса біз не істейміз балалар? Ұшаққа мінеміз ба? Ұшақ ұшып бара жатыр. Ұшаққа міндік, көзімізді жұмамыз. Қандай керемет, ұшаққа отырған күшті ме екен? Осы ұшаққа кетіп бара жатырмыз деп ойлаймыз. Ары қарай біз ғажайыстанға жету үшін біраз жер қалды. Ойымызды жолдама беретін апайдың тапсырмаларын түгел орындап шықтық. Орындадық па? Орындадық. Тапсырма жолдама беретін апайдың дауысын естейміз. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі берілген тапсырмаларды әрі ойындарды орындап шықтыңдар. Енді сендерге ғажайыптар әлеміне саяхатқа шығуға рұқсат. Алақай балалар, сендер бүгін жолдама алынды. Қане біз қайда келдік ұшақпен? Ғажайыпстан әлеміне келдік балалар. Бұл ғажайыпстан әлемі дегеніміз міне мынандай үлкен балаларға арналған кереметтей бір үлкен бір орын десек те болады. Бұл жерде сендерге түрлі мультфильм кейіпкерлерін өздерімен дос табуға және де білімдеріңді, шығармашылықтарыңды шыңдауға өте кереметтей бір таптырмас мүмкіндік. Бұл жерде сендерге арналған түрлі ойын-сауықтар да бар екен, демалыс орындары да бар екен. Кәне осы жерге кіреміз бе енді ғажайыпстанның ішіне? Әлемге кіреміз ба? Кіреміз. Ол үшін не істейміз балалар?
бүгінгі біздің оқу қызметімізді қорытындылап өтейік. Бүгін балалар оқу қызметінде не туралы әңгіме айтты, әңгіме қозғады. Бүгін не туралы? Көліктер және олардың түрлері, иә? Көліктердің қандай адамдарға пайдасы бар екен? Кім айтады? Айта қойшы, қандай пайдасы бар? Алыс жердегі саяхат жүргеніміз, ауылдарға барамыз, жерге барамыз, алыс көшелерге барамыз. Тамаша, осы көліктердің енді зиянды жағын білдік па? Зиянды жағы. Айта қойшы, қандай зиянды жағы? Адамдарға түтіні шашыраса, адамдар ауырып қалады. Нұртас, сен қорытындылап кетші. Нұртас, көліктердің қандай зиян қасиеттері бар? Не істеуге болады? Қандай зиянды әрекеттері бар? Көлікке адамды жолда жүрген ережесін сақтамасаң қағып кету әбден мүмкін, дұрыс. Тағы да қандай зиянды қасиеттері бар екен көліктің? Көліктің артынан шыққан түтін не істейді екен? Иә, адамдарға ол улы, иә, тек қана адамдар емес, сонымен қатар табиғатты не істейді екен? Ластайды. Иә, тамаша балалар. Бүгінгі сендер осы оқу қызметі ұнады дейтін болсаңдар, түсіндік, көліктердің үш түрге бөлінетінін білдік дейтін болсаңдар, мына жерде сендердің алдыларында бетперде бар. Ұнады дейтін болсаңдар, сары түсін. Ұнамады, көлік туралы түсінбедім дейтін болсаңдар, қандай түсін көтереміз? Көк түсін көтереміз. Орныңызға отырамыздан көтерейікші. Бетпердені көтереміз, орныңызға отырып көтереміз. Қайсар? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бүгін барлықтары қандай? Сары түсті бетпердені көтеріп, бетпердені орнына саламыз, жақсы жарайсыңдар. Бүгін балалар сендер тапсырмаларды мүлтіксіз орындағандарың үшін сендерге мен мынандай тәттілер тарататын боламын. Мына ғажайыптан әлеміне саяхатқа келдік қой. Соның үшін аралап жүрген кезде осы тәттіні жеп, көңілдеріңді көтеріп алсаңдар болады. Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Иә! Бүгінгі оқу қызметі осымен аяқтаймыз. Үлкен рахмет балалар сендерге.